Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: дұрыс тұжырымдарды белгілеңіз. Екі параллель түзуді қиюшы мен қиғанда пайда болатын. Мына жерде 4 нұсқа тұр. Осылардың ішінен дұрыс жауаптарын таңдаймыз. Айқыш бұрыштардың шамасы тең болады. Айқыш бұрыштардың шамасы тең болады. Ол ішкі айқыш болсын, сыртқы айқыш бұрыштар болсын, бір-біріне тең. Ішкі тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Дұрыс тұжырым. Сәйкес бұрыштар тең болады. Дұрыс тұжырым. Сыртқы тұстас бұрыштар тең болады. Бұл дұрыс емес. Сонда А, Б, Д 3 жауабы дұрыс тұжырым болып келеді. Екінші есеп: А, Б, С тең бүйірлі үшбұрышы берілген. С төбесіндегі бұрышы 104 градусқа тең болса, онда В шамасын табыңыз дейді. А, Б, С. Мына жер 104 градус. Тең бүйірлі үшбұрыштың табандағы бұрыштары тең болады. Яғни бұрыш А мен бұрыш Б тең. Олай болса, бұрыш С бізде 104 градус. Бұрыш А тең бұрыш Б. 180-нен 104 аламыз, 76 градус. 76 градустың жартысы. Себебі бұрыш А бар, бұрыш Б бар, немесе мына жерде екеуінің қосындысы 76 деп жазуға болады. 76-ны 2-ге бөлеміз, 38 градус. Сонда бұрыш Б бізде 38 градусқа тең. АК биіктігін жүргізіңіз және КАБ бұрышын табыңыз. АК биіктігін жүргізетін болсам, мына жер 90 градус. Сонда КАБ. Мына жер 90. Бұрыш КАБ-ны табу үшін 180 градустан азайтамын. 90 градусқа жаңағы 38-мізді қосамыз. Сонда 180 градус азайтамын. 90-ға 38-ді қоссам 128. 128 градус, сонда ол тең болады 52 градус. Бұрыш КАБ тең болады 52 градус. Яғни ол мына жердегі бұрыш. Қабырғалары 3 см, 4 см және 9 см болатын үшбұрыш сызуға болады ма дейді. Қараңыздар, екі қабырғасының қосындысы үшінші қабырғасынан кіші болып тұр. Үшбұрыштың екі қабырғасының қосындысы кез келген үшінші қабырғасынан үлкен болу керек. Сондықтан мына жерде қарама қайшылық бар. Мұндай үшбұрыш сызуға болмайды. Төртінші есеп: АС мен ВД параллель, СК мен ДМ параллель. Бұрыш АСК 48. Мына жер 48 градус. Ал СДК. Мына жер. СДК бізде ЕДМ. ЕДМнан 3 есе үлкен дейді. Егер мынау X болса, мына жер 3X. СДК, бұрыш СДК тең болады 3 есе үлкен бұрыш ЕДМнан. Сондықтан мына жерде 3X, мына жерде X деп алдым. Бұрыш КДЕ. Бұрыш КДЕ-ні табуымыз керек. КДЕ, яғни мына жердегі. Қараңыздар, мына жер 48 градус болса, онда мына жерде бізде 48 градус болады. Бұлар сәйкес бұрыштар. ДМ мен СА бізде. СА мен СК мен ДМ бізде параллельді. Мінекей параллель. Сонда бұрыш САК тең болады бұрыш ВДМ-ға. ВДМ. Мына жер сонда 48 градус болып тұр. Ал толығымен алатын болсақ, бұл жерде 180 градус. Сонда 48 градус қосамын 4х тең болады 180 градус. 4х тең болады 180-нен 48-ді азайтамын.
4х тең болады 132 градус. Х тең болады 132-ні 4-ке бөлеміз 34 градус. Х бізде 34 градус, ал бізден сұрап тұр КДЕ-ні. Бұрыш КДЕ тең болады 48 градусқа қосамын 34 градусты. Сонда бізде болады 82 градус. Бұрыш КДЕ тең болады 82 градус. Так, мына жерде 132, мында 33 болады, 33 градус. Мында да 33, сонда 81 градус. Мына жерде 132-ні 4-ке бөлгеннен қате кетіп қалған. 3-тен берем 2-нен де. 33, 81 градус. Мында да 81 градус. КДЕ 81 градусқа тең. 5-ші есеп, сызба бойынша QS кесіндісінің ұзындығын табыңыз. PS бізде 18-ге тең. P бұрыш 60 градус болса, мына жер 30 градус болады. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, олай болса, мына жер 36 болады. Мына жер 36. Так, мына жер 36 болса, мынаны табуымызға болады. Пифагормен табуға да болады. Болмаса, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус 60 градуспен тауып көрсетейін. Синус 60 градус тең болады. Қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы 36-дан RS. RS тең болады 36-ны көбейтемін 2-ден төбірасты 3. RS тең болады 18 төбірасты 3. Мына жер 18 төбірасты 3. Мына жер тағы да 90 градус. Так, мына жер 90 еді, мына жағы 30 болса, мына жер 60, онда мына жер тағы да 30 градус болады. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, онда мынау 36 төбірасты 3-ке тең. Енді ары қарай QS-ті табуға болады. Так. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деп алатын болсам, косинус 30 градус тең болады QS бөлімінде 36 төбірасты 3. QS тең болады 2-ден 1-ді көбейтемін. Төбірасты 3 бөлінген 2-ні көбейтемін 36 төбірасты 3-ке. QS тең болады, мына екеуі қысқарып кетеді, 18 көбейту төбірасты 3-ке көбейтсек 3. 18-ді 3-ке көбейтсем 54. QS тең болады 54-ке тең. ABC тең бүйірлі үшбұрышы берілген. Салып ABC тең бүйірлі үшбұрышын. ABC тең бүйірлі. AD және есі биссектрисалары 52 градус бұрыш жасап қиылысады. AD және есі 52 градус бұрыш жасап қиылысады. В төбесіндегі бұрышты табуымыз керек. Мына жердегі бұрышты табу керек. Так, 52 градус. Мынау 52 болатын болса, мынау да 52. Так, мыналар тең. Тең бүйірлі үшбұрышы. Олай болса, А бұрышы мен С бұрышы тең. Бұрыш А тең болады бұрыш С-ға. Мына жер 52 болса, онда мына жер бізде 128 градус болады. Сонда 128 градус қосамын, мыналарды X деп алатын болсам, 2X тең болады, үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180. 2X тең болады, 180 градустан аламын 128 градусты. 2X тең болады, сол 52 градусын шығады, X тең 28 градус. Онда мынау 28 градус болса, бұрыш А, бұрыш С бізде 52 градусқа тең.
Так, онда бұрыш В-ны табу үшін 180 градустан азайтамын, 52 градусқа қосамын 52 градусты. 180 градус азайту 104 градус. 76 градусқа тең. Бұрыш В 76 градус.